Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат сазы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз кемел тарих келешектің бастауы атты тақырыпта эфир бастаған болатынбыз. Енді дәл осы тұста арнайы студиямыздың қонағы бар. Ендеше қонағымызбен таныса өтейік. Жанбай Ферназ Амангелдіұлы нөмір 125-ші орта білім мамандырылған мектебінде тарих пәнінің мұғалімі, ұбт-ды дайындаушы, ұбт-ға түлектерді және де Алаш Орда пікірсайыс клубының негізін қалаушы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ерназ мырза, жалпы тарих пәнінің мұғалімі деп жатырмыз. Енді осы тұста ең әуелгі сұрақты, жалпы бізге тарих не үшін қажет деген сұрақтан бастайықшы. Қайырлы таң баршаңызға, күндеріңіз сәтті, жұмамыз қабыл болсын. Жалпы жақсы сұрақ. Ең бірінші мектептің негізгі, мысалы ретінде 11 сынып түлек болсаңыз, міндетті тапсыру керек емтихан бар, ол Қазақстан тарихына мысалы ретінде. Университетке түскіңіз келеді, тағы да негізгі тапсыру керек пән бар. Мысалға басқа пәндер өзгеріп отыр. Мысалға география, математика болуы мүмкін. Пәндер өзгермелі, бейіндік пәндер, бірақ негізгі таңдалу керек пән ішінде Қазақстан тарих бар. Яғни ол біріншіден мемлекеттік идеологияда дұрыс, ол кез келген мемлекеттің азамат және азаматшасы Қазақстанның тарихын бөлуі керек. Жалпы ол Қазақстан тарихы болса. Ал жалпылама әлемде не үшін бүкіл әлемде оқытылатын мысалы ретінде дүниежүзі тарихын бүкіл әлем оқытпауы мүмкін. Бір мемлекеттер өз ағын тарихын оқытуы мүмкін. Мысалы Америка қазір Қазақстан тарихын білмеуі мүмкін, бірақ біз Қазақстанды тұрып Американ тарихын оқимыз да. Енді бұл неге? Жалпы енді тарихқа қатысты көп тұжырымдар бар. Тарих өзі үш нәрсе ғой. Егер осы үш нәрсені жақсы білсем болды. Ол біріншісі тұлғалар. Осы үш нәрсені тұрады. Екіншісі ол уақыты. Үшіншісі территориясы, өмір сүрген жері. Біз осы үшеуін құрасақ, тарих деген сөз шығады. Енді оны алғашқысына гректер story деп жатыр қазір өздерінде. Инстаграмда story саласыз, ол сіздің тарихыңыз ғой, бүгінгі күнгі тарихыңыз ертеңгі болашақта көрілетін дүние. Тура сол сияқты енді тарих біріншіден өзіңіздің кімде көбірек тарих бар, кім көбірек өмір сүрді, ода тәжірибе көп. Бірақ енді ол 100%-ық дәлел емес, себебі аз жыл өмір сүріп те адамда тарих жазып кете алады. Бірақ кім көбірек 17 жыл жұмыс жасаған маманмен 1 жыл жұмыс жасаған маманның айырмашылығы бар. 17 жылда айтасыз, бұл тарихты көрген, бұл көпті көрген, бұда тәжірибе бар. Тарих біріншіден тәжірибе, екіншіден тарихы жоқ елдің болашағы күмәнді. Әлихан Бөкейхановтардың өзі айтады, біздерде негізгі Абайдың зерттеуінің өзі сол тарихты дұрыс қалыптастыру керек қой. Бұрмаланбаған тарихты дұрыс білу керекпіз бастысы. Енді менің атам осындай болған, менің жетінші атам осындай хан болған, осындай төре болған деп кейде тарихтағы тұлғалармен өзіміздің аталарымызбен мақтанып жатамыз. Енді осы тұста тарихпен мақтану қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Ал енді бұны негізі шығу тарихы былай тұғын, былай. Мысалға сіздер болашақта отбасы құрғыларыңыз келеді, оны биология дәлелдеген өте жақын гендер бір-бірімен жақындыққа түссе туылатын баланың әлсіздігі туралы. Оны қазақ сақтанған ол нәрседен. Жеті атаға дейін қыз алыспау дейтін түсініктер қалыптасқан, ол шежіре деп аталады. Шежіренің өзі тарих. Бізде қазақта көбіне тарих ауызша келген, шын айтқан кезде. Оның өзіндегі ең негізгі дүние манағы жеті атаның сақталуы. Мысалы ретінде ол сіздің аталарыңыздың айту себебіміз жалпылама осындай қан тазалығынан, екіншіден сіздің тектілігіңіз үшін ғой. Яғни сіз қай жерден тектілік дейтін манағыдай қанның тазалығынан бөлек ұяттың тектілігі, өзінің ұлт үшін жасалатын қызметтердің дұрыстығы, адал қызметтер атқару, мысалы ретінде тектіден шығып, қарадан шығып қан болмайды дейтін түсініктер бар. Ол неге? Егер сіз қарадан шықсаңыз, яғни тексіз жерден, енді айта алмаймын жалпы, қара дейтін сөз енді ақша құмар болуыңыз мүмкін. Себебі сіз оған дейін билікті көрмегенсіз деген сияқты. Яғни қарадан шыққан адамнан халықты қанау қаттырақ болады. Ал біз сол үшін өзіміздің қарадан шыққан жоқпыз. Біз тектіміз, ақсүйекпіз дейтін мәселеде көрсін. Мен ақсүйек болғанда да, яғни біз шығу тарихымыз дұрыс, емек шығу тарихымыз, мысалы ретінде қазіргі таңда кез келген бір дүниені сатқаныңыз келсе, оның тегін айтып түсіндіресіз, себебі ол дұрыс. Мысалы, қазіргі таңда жылқыларда көп, мысалы, тегінмен айтып сататын, мысалы, тазы иттерге де байланысты. Яғни ол тегінің дұрыстығы, ол ата тегі арқылы білесіз. Ата тегі арқылы білесіз ғой. Яғни ол өтімділік мақсатынан да жақсы. Мысалы ретінде сіз ертең біреумен танысқан жағдай, бірақ енді қазіргі заманда аңандай сөз күшті ғой. Өткенмен мақтанасың, келешек ұрпақ сенен мақтана ала ма? Ерназ мырза, дәл осы тұста студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Таң қайырлы болсын. Жұмысыңызға сәттілік тілей отырып, осы Ақтөбе қаласындағы тарихи көшелер мен тарихи
өмірде өз орнын қалдырған адамдардың қайсысымен оқушыларды таныстырдыңыз және алдағы жоспарда қандай жоспарларыңыз бар? Үлкен рахмет. Жақсы, рахмет. Оқушыларды жалпы біздің Ақтөбедегі тарихи тұлғалармен таныстыру қаншалықты дұрыс болып жатыр? Бізде орындалып жатыр. Білесіздер, мектептерде өлкетану дейтін пәндер бар, немесе абайтану дейтін де пәндер бар. Жалпы негізі өлкетанудың басты мақсаты сол, физикалық, географиялық тұрғыдан бастайды. Одан кейін сол жерде туылған тұлғалармен, енді мысалы бізде Ақтөбе жерінде Байғанин өлкесі өте күшті танымал, мысалы өз араларында біз алдында болдық, өздерінің кіші жазушылар одағымыз деп керемет. Яғни сіз Байғанинге барып сұрасаңыз, кез келген жасы бұл жерде кім шықты десеңіз, олар мақтанышпен айтады да. Бірақ енді қазіргі таңда манағы мектеп базасы ол бір өлкеге қатысты оқытпайды ешқандай. Ол жалпылама Қазақстан ретінде қарастырғаннан кейін біз жалпылама оқып кетеміз да. Ал енді сіз сол жердің туған жеріңіз үшін жаныңыз ашса, онда сіз міндетті түрде айту керексіз сол нәрсені балаға. Міне біздің өлкеде осындай тұлғалар шыққан. Ертең Алла аманшылық берсе, мысалы Димаш Құдайберген болды Ақтөбенің тарихына еніп, негізі кітапта әлі қазір жазылады. Ол өзінің алдына тарихта тастап кетті да. Тура сол сияқты енді ал былай енді мектептің бағдарламасында өлкелік тарихи тұлғаларды Ақтөбеден шықты деп айтуыңыз мүмкін. Міне бірақ жалпылама Қазақстан ретінде қарасаң, ол жерде тарихи тұлғалар көп болады да. Ал енді ол жалпы мұғалімнің өзіне байланысты, міне осындай сенен. Мысалы біздер мектепке келген кезде оқушыдан сұраймыз, қай жақтан келдің? Міне ол айтады, мысалы ретінде міне Байғаниннен келдім, немесе Атыраудан келдім. Бізде жан-жақтан жиналған оқушылар да айтады, сен өлкеннен мынандай адам шыққан. Олар өздері білетін болса қуанады, ол да мана мақтанышқы менің жерімнен шықты дейтін түсінік қалыптастырады да. Енді жалпылама өлкетану немесе тарих мұғалімінің негізгі міндеті ғой, ол өзінің өлкесінен шыққан тарихи тұлғаларды мақтанышпен айту, дәріптеу. Енді мектептің базасында жоқ екенін оқытпай қойып, ол дұрыс емес. Мектеп базасы ол жалпылама стандартты білім ғой енді. Айтып өткен өте жөн пікір деп ойлаймын. Осыда бұрмаланған тарих туралы сөз қозғайықшы. Тарихтарымыз бұрмаланып жатыр деген бір пікірлер қалыптасқан секілді. Осы бір тұста тарих шынымен бұрмаланып жатыр ма, әлде бұл жансақ пікір ме? Ақиқатты қалай табамыз деген сұрақ қой. Тарихи ақиқатқа қалай жетеміз? Негізі тарихи ақиқатты табу ол мынандай мысал ғой. Ортада кубик тұрса, әркім әр жағынан қарайды. Мысалы Қазақстан тарихы өте қатты бұрмалану себебі біз білесіздер, 70 жыл атеистік қоғамда, одан арғын берген бекіністен бастап 1740 жылдан бері отарланудың үстіндеміз, және ең бірінші миссиясы біздің тарихымызды жоқ қылу болды ғой. Яғни орыс үкіметінің, біз сол үшін көбіне бұрмаланған деп айтамыз. Енді ол жерде көзқарастар былай. Сіз бір тарихи оқиғаны алып қараңыз. Мысалы, мана танытылған Әбілқайыр хандығының мана кіші жүзге қайтып кетуі, оған Қытайлар жағынан қарап көру, Қытай жазба деректерінен, мұсылман, араб деректерінен қарау керек, орыс жазба деректерінен қарау. Яғни бір орыстың жазбасына қарап, мен осылай болды деп айту, ол жансақ пікір. Себебі әркім тарихта тек мықтылар жазады, жеңгендер жазады дейді түсінік бар, ол өзіне ыңғайлап жазады. Мысалы, оған қарапайым мысал айтайын, ең қатты бұрмалану мынандай. Қазақтан шыққан тұңғыш ғалым Шоқан Уәлихановты оқисыз. Уәлихановқа дейін ғалым болған жоқ па? Болды негізі. Мысалға, одан алдын өмір сүрген Әл-Фарабиді айтуға да болады. Мысалы, ол әлемнің екінші ұстазы. Шығыстың ұстазы деп аталады. Шығыстың ұстазы. Ол Қазақтың даласын шыққан, Фарабтан шыққан, енді жақсы. 4 түрлі Фараб қаласы бар дейді. Бірақ енді біздің түсінігіміздегі Ясы, қазіргі Фараби, яғни отырар аймақтарынан шыққан. Енді қараңыз, бірақ оны орыс ғалымдар есеп айтқан. Уәлиханов қай жақта оқыды? Орыста оқыды. Кадет корпусында оқыды. Ол 22 жасында ғалым болған, оны орыстар Қазақта ғалым болған жоқ, ең алғашқы ғалымды біз оқытып шықтық деп түсіндірген. Түсіндіңіздер ме? Яғни ол сендерде бұған дейін ғылым дейтін түсінік болған жоқ. Біздің келуімізден бастап сендерде ғылым игерді дейді. Ал ол жансақ пікір ғой. Мысалы бізге бұған дейін тарих болмады деген сөз, ол өтірік, мысалы ретінде. Олар тура солай сендерді адам еткен біз, сендер бізге дейін адам емес едіңдер. Сендер бізге дейін дұрыс өмір сүру, яғни ғылым не екенін білмедің түсінік. Абай кім, мысалы ретінде. Бүкіл 7 тіл ме, 7 тіл қателеспесем, Шағатай, парсы, араб, орыс тілдерін білген мысалы ретінде. Көп ондай тұлғаларымыз. Тек ол манағыдай, міне біз белгіленген жолмен жүр, сен осы жолмен жүресің де ол қате түсінік. Өмірдің өзінде көп өмір сүру стильдері бар ғой. Мысалы бір стиль ғана ақиқат деп қабылдау дұрыс емес. Мысалы бұрмалануына қатысты мана жүздердің өзінен шыққан тұлғаларын мақтау мақсатында біреуден біреуді жоғары қою дейтін мәселелер бар. Салыстыру. Біз ешқашан ешкім салыстырмау керек. Біз мысалы ретінде мана айттым, Ақтөбе облысында Әбілқайыр ханды аса бір қатты құрметпен қараймыз. Себебі біздің түсінікте кіші жүздің басшысы, одан кейін кіші жүзге келген қалмақтарды қорғап қалушы деген сияқты. Енді оған
орта жүзде шыққан немесе сол оңтүстіктің ғалымдарының көзқарастарында оны басқаша түсіну мүмкін деген секілді, басқаша жеткізу мүмкін. Ол қашты немесе мысал ретінде оның қарапайым мысалы бізге университетте оқып жүргенде былай түсіндірді да. Сендер Ақтөбе өңірінен шыққан тұлғаларды оқып жатсыңдар, басқа өңірдің тұлғалар оқыған кезде оларды ешқашан одан төмен қоймау керекпіз. Мен де ол Әбілқайырға қатысты түсінікті ақтап кетейік. Енді ол не үшін ол уақытта олай жасады? Кіші жүздің жеріне қалмақтар келіп жатты, мысалы жаулап алған. Сен ұлы жүз, орта жүздің жеріне шайқап жүрсің. Енді сен өзің ертең соғыс бітті дегеннен кейін өзінің ауылына барасың, өзінің ауылың жоқ болса, оны біреу шайқап кеткен болса, жаулап кеткен болса, сен ол қаншалықты дұрыс? Одан да өз жерімді қорғайын. Олар жеңіске жетіп тұрған жерінен қайтты да негізінен. Бірақ оны тарих бізге не деп айтады? Манағы хандық билікке талас болды. Хан ретінде сайланбағаннан кейін алты әскерінің ренішпен кетіп қалды дейді. Ол мысалға бір көзқарас, оны қарау өйтіп қарау дұрыс емес. Тарихтың осындай бір қиын тұстары бар. Жай ғана айтайын дегенім, тарихта мысалы орыс ғалымдар жазды екен деп, орыс ғалымдарын оқу дұрыс емес. Сіз мысалы оқыған кезде бүкіл ақпаратты қарау керексіз. Жан-жақты іздеп. Сол кезде таза ақиқатқа сәл де болса жетесіз. Енді бір сұрақ тағы айта салайын, мана айттым, қалай ақиқат табамыз. Енді жалпылама принциптер бар адамдардың, тарихшылардың бойында ше. Біреулер ақшаға жазады. Мысалы бар ондай тарихта болған ғой. Қытайда әрбір императордың қасында өзінің тарихшысы болған. Ол кім мықты, сол өзін мықты болып жаза берген. Енді мен жалпы соңғы зерттеген кезде адами принциптер мұсылман тарихшыларында көп болған. Себебі оларда өтірік алдауға болмайды деген принцип бар да. Сол үшін олар өтірік емес, шындықты жазуға тырысқан. Тамаша, енді Ерназ мырза, жалпы қазіргі таңда өзіңізді көрген жүрсіз әлеуметтік желіде Мұқағали атамыздың немесе кез келген басқа бір тарихи тұлғаны өздерінше бір атақ қумау ретінде болсын, басқа ретінде болсын, сын пікір тағып жатады. Осы қаншалықты дұрыс тарихи тұлғаларға сын айту жалпы? Тіл тигізу. Сен өзің сол дәреже жетпегенсің, бірақ сол дәрежедегі адам туралы әңгіме айту ма? Негізі қиын мәселе. Ол енді қазіргі таңда әлеуметтік желіде қаралым көп болсын дейтін оймен жасалған дүние тұлған. Танымалдылыққа ие. Танымалдылықтың өзінің екі түрі бар. Оқушыларға айтамын. Біріншісі танымал, одан тәлім танымалысың. Екіншісі танымал дейтін нәрсе бар да. Бұл негізі адамдықтың дүниесі емес қой. Сіз ол өзінің тарихында ұлы істер атқарған адамға сен сорлысың, сен жасаса шәуел дейтін түсінік ол қанша. Оны қазір ол түсінді, халықтың алдында кешірім сұрады, оны халық түсіндіріп тастады. Халық сүйген жандарды, халық жақсы көрген жандарды оған қарсылық айтып бермесе, ол өз дәуірінде айтылмаған дүниені сен кейін келіп айта алмайсың. Сен ол дәуірді көрген жоқсың, өмір сүрген жоқсың. Мысалы, ақтайтындай, енді ол уақытта социалистік көзқарас бәрі тең, байы да жоқ, кедейі жоқ дейтін түсінік та, мысалы ретінде. Бәріміз орта таппыз. Болды, біз ол уақытта белгілі авторитеттерге ие емеспіз. Олар сол уақытта шығып халықты жырлаған адамдар, үш бақытым дейтін нәрсені қалай, ең бірінші бақытым отан менің деп айтатын тұлғаны, отан үшін жанын бергендерді, қазір қаралым үшін жанын беретін адамдарды салыстырып қаншалықты дұрыс. Әлеуметтік желі тақырыбын қозғадық қой, енді кино тақырыбына ойысайықшы. Тарихи деректерді, киноларды біз енді ептеп көптеп болсын түсіріп жатырмыз. Қолмен санаулық болса да, дегенмен де осы бір тұста ғалымдардың пікіріне сүйенетін болсақ, тарихтар бұрмаланып жатыр. Кинода өте режиссерлар өзінің оң жамбасына келетін фактілерді ұсынады деген пікір бар. Осы тұста тарихшы ретінде осы бір кино саласына сын пікір айта аласыз ба? Мен былай айтқан дұрысырақ сияқты. Мысалы, бір жақтың Оян қазақ деген фильм шықты, халыққа қатты өтті. Бір апта сеансы тұрды, алып тастағаннан кейін бүкіл халық көтерді, қайттан қойыңыздар. Қаралым керек, мектеп, әрбір мектеп, мен өзімнің мектебімде өзімнің оқушыларымды апардым, кеттік қарайық. Ол негізі оған дейін 6 сериялық кәдімгі кино сериал ретінде шықты, оны жинақтады, киноға халық қылып ұсынған кезде халық оған өте аш күйде барды, мына руханиятқа, моральға. Енді неге? Мысалы, бұған дейін бізге манағы Жау жүрек мың бала, Томирис, Алмас Қылыш. Алмас Қылыш оларды манағы оған дейін кеше Қасым хан шықты, Ұлы Дала хан, соған қатысты. Олар кино қаралым ретінде қатты көп жиналмады, негізінен айтқанда, мынады Оян қазақ саласында. Бұған екі түрлі нәрсе әсер еткен сияқты. Біріншіден, міржақыптардың дәуірлері бізге жақын. Өмір сүрген уақыттары біз оларды реалист ретінде қабылдадық, шынайы. Және оларға жеткен ақпараттар әлі күнге шейін бізде айта алатын адамдар бар. Ақиқатты ақиқат, мынау өтірік. Енді оны біз баға бере аламыз да, ондай болған жоқ. Біздің аталарымыз көрген ол мына репрессия уақыттарында, мысалы кейбір адамдардан аталар репрессия ұшқан Ақтөбе жерінде де қаншама бар. Ал енді мына орта ғасырдағы түсіруде проблемалар ол. Біріншіден, мысалы, біз күнде атқа мініп жүрген жоқпыз. Біз күн сайын қылышты ұстамайтын болғаннан кейін бізге ол шынайы емес секілді көрінгеннен кейін халықта
шынайылықтан бір алыс дейтін дүние қалыптасқан. Ал мына Міржақыптардікі, Ахметті мен өзім қарадым, Ахмет ұлт ұстазын да көрдім, манағы Оян қазақты да көрдім, Тарзаманды да көрдім. Өтті неге? Ол уақыты, кәдімгі костюм киіп жүрген, интеллигенция, ағартушы. Біздің қоғам қабылдауға жеңіл, себебі ол кеше болған дүние сияқты да. Ал енді манағы, енді бұл жалпы оны түсірмеу керек деген нәрсені білдірмеймін, бірақ ол халыққа не үшін өтімдірек болды, бұрмалану аз болды дейтін нәрсе, ол шындыққа біз көбірек қарай алдық та негізі. Және ол жақын уақыт аралы болғаннан кейін біз оны қабылдауымыз жақсы. Ал мана айтып кеткен орта ғасырларды елестету біріншіден қиынырақ, себебі біз күнделікті көрмегеннен кейін. Жалпы осылай сияқты. Енді мектеп оқулығына да келсек өтініш. Мына 2010 жылғы Атамұра кітаптары немесе қазіргі кітаптар салыстыруға келе ме жалпы? Мысалы ретінде өзгерістер көп. Бұрын 7-ші сыныптан 5-тен бастап есептеген 9-ға дейін жүйеленген оқу бағдарламасы еді. Мысалы ретінде 5-те ерте заман, одан кейін 6-7-те орта ғасыр, 8-де жаңа заман, 9-да қазіргі заманда оқитын едік. Ал қазір 8 мен 9 сыныпты қосқан, қазір спиралды оқыту әдісі дейді, яғни тереңдетілген. 8-ші класста тура соны оқисыз, 9-да қайтадан соны оқисыз. Оны тек тереңдетіп оқисыз да. Яғни хронологиялық кезеңдер сақталған, бірақ 2007-8, 8-9 деп кітаптың өзінде сіз бір кітапты 2 жыл қатарынан оқи аласыз деп жасалғанда, ол мысалы бірінші жылы ақпаратты тек бірінші абзацын оқысан, келесі жылы көбірек оқисыз. Ал бұрын қалай еді? Жүйеленген, әр сынып өзінің дүниесін оқиды, 10-11 қайталауға арналған тұғын еді. Қазір 10-11-те қосқан. Енді жалпы енді қазіргі таңда ұбт форматында ерте дәуірді алып тастады. Бұрын адамдар ерте дәуірден бастап жаттаған сұрақтарды. Қазіргі таңда келетін өзі 100 ата бар дейді. Бала миына 100 ата кіріп жүрсең, жеткілікті, ол сонымен біліп шығады. Жалпы негізі көбірек негізі тарихта алдында мана айтқандай бізде блогер қыз бар, айтты тарихта көшеде кетіп батырып, Абылайхан қашан дүниеге келді деген сұрақ ол дұрыс емес. Көбірек олардың сюжеттік оқиғаларын сұрау керек деген сияқты ғой. Ал енді мана тарих кітаптарда өзгешелігі ол мана заман талабы, уақыт бір орында тұрмайды, сіз бір оқулықты оқып жүре бермейсіз, сондай өзгерістер талап етіп отырады. Және тарих күн сайын жазылып мысалға соңғы тарихта Экспо 2017-лер, Димаш Құдайбердиевтер енген. Ал егер 2010 жылы Атамұраны оқып жүре берсеңіз, 99, 2003 жылы сезбен қалып қояды едіңіз. Жалпы енді осы тұста жаңа оқу базасы өзгерді дедік, иә? Бұл оқушының қызығушылығын төмендетпей ме? Себебі бір нәрсені екінші жыл қайталап оқу, бір кітапты екінші рет қайталап оқысақ, бір қызығушылығымыз шамалы төмендеп, ол нәрсенің қандай дүниенің болатынын білеміз де, дегенмен де қажет-ау деген дүниемен ғана оқитынбыз. Осы тұста оқушылардың қызығушылығы қандай? Тарихқа деген, тарих пәнін таңдауға деген. Негізі тарихтың қазақстандық міндетті деп айттым ғой. Одан екінші тарих бар, өзі дүниежүзі тарихы деген. Яғни ол қандай пәндермен коллаборация жасалады, ол көбіне ағылшын мен дүниежүзі және ағылшын, яғни шет тілде. Жалпы енді мен өзімнің сыныбым сондай, дүниежүзі ағылшын бағытын таңдаған оқушыларға, яғни менторлық қызмет атқарамын. Ол жерде енді көбіне жаттау мәселелері бар. Мынандай сұрақ айтады, өзге мемлекеттердің тарихын неге оқимыз? Енді ол біріншіден фундаменталды нейрондарды ояту үшін. Енді осының бір сыныпты екінші рет қайта оқу деген түсінік ол енді жалпылама бір жағынан дұрыс, себебі бірінші жылы бәлкім мән бермеген детальдарға екінші жылы мән бересіз. Өйтетін болса Әл-Фараби, Аристотель 70 рет оқыған деген түсінік бар, мысалы. Енді ол бірақ енді манағы мектеп базасында игерілу керек дүние ол сюжеттік дүниелер ғой. Жалпы баланың мына фантазиясын ашу керек қой көбірек. Мысалы жыл жаттатқыза бергенде, мысалы 351 жылы Атлах шайқасы болды деп айтқаннан көріп, ол сюжеттің қандай пайдасы бар? Міне арабтар мен қытайлар арасында міне егер сен сол шайқас ұтылып қалсақ, бәлкім қытайлардың білмеймін табынып жүрген бірнесін табынар ма едік деген сияқты. Міне арабтардың келуімен қытайлар 100 жыл қазақ жерінен жоламаған. Олар кәдімгі шаршап демалдырып тастаған арабты. Одан кейін арабтар өз жерін біз содан кейін түсіндік. Бір оған дейін Құдай деп жүрдік, одан кейін қабылдадық, ислам дінін қабылдадық, одан кейін Қарахан. Осындай бір сюжеттік дүниелерді түсіндіру керек та. Міне мынандай жыл исламды қабылдады дегеннен көрі, оның келу тарихы, немесе сол шайқастардың маңыздылығы, енді ол нәрсе айтылады жалпылама, бірақ көбірек оқушыларға жаттан дүниелер жаттатқаннан көрі, сюжеттік дүние жаттасақ ол жақсырақ болады. Және бір жылдардан бір оқу кітабын бірнеше рет оқу ол артықтық етпейді деп ойлаймын. Негізі сол спиралды әдіске құрылып тұр ғой енді кітап негізі шынымен де. Жақсы. Ерназ мырза, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге мың алғысымды білдіремін. Талантты да тәрбиелі шәкірттеріңіз көбейе берсін деген тілектемін.